Мен бақыттымын ба? Жұртты көрсең, шетелде демалып, баспасына бір көлік, не ішем, не кием демейді. Шалқып өмір сүреді. Ал менше, менің нем кем олардан. Қамшының сабындай, қысқа ғұмырыңды есте қалардай өткізгің келеді әрине. Сонда өмірдің мәні, бақыттың кілті ақшада болғаны ма? Біздің балалық шағымызда қалай еді? Үлкендер ақыл айтқанда ақшаны аузына алмайтын. Ең алдымен адам бол дейді. Біреудің ала жібін аттама, арамдыққа барма, ұят болады, обал болады, жаман болады деп тәрбиеледі емес пе? Ал қазір соның бәрі қайда қалды? Да. Барлығын ақша шешеді. Несі бар? Көп болса, бір-екі күн ұйықтамайын. Есесіне өзгенің бірнеше ай бойы азаптанып тапқан ақшасын бірер күнде қалтама басып, ел қатарлы өмір сүрмейін бе? Неге қиналып табу керек ақшаны? Жеңіл жолы тұрғанда. Есірткіге бола тағдырын күл-талқан етіп, хайуанға айналғандарды неге аяуым керек? Өз обалдары өздеріне. Бірақ ол да біреудің баласы, біреудің жанжары, енді біреудің ағасы, қарындасы емес пе? Сонда қалай болғаны? Менде солармен бірге түзу жолдан тайғаным ба? Надан халық көрінгеннің жетегінде кетеді деген рас. Заман өзгерді деген сылтаумен азғындап, адами келбетімізден арыла бастадық. Адасқанның алды жөн, арты соқпақ. Еш жиятын кез келді. Қалауың баянды ғұмыр ма, әлде жеңіл табыс па? Өмірің өз қолыңда. Бір тамшы есірткі өзіңнің және болашағыңның тамырына балта шабады.